Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен хворостың тағы бір түрі, яғни осындай шиыршықталған оралмалы хворостың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін асықпай көріңіздер. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл хворостың қамырының елену тәсілі де әдеттегі хворост қамырының еленуімен бірдей. Бұл жерде жұмыртқаның санын жасайтын хворостың көлеміне қарай алсаңыз болады. Мен 3 жұмыртқаға 3 асық су қосып, қалыпты жұмсақтықта қамыр иледім. Алдымен осылай жұмыртқаны шағып аламыз да бір шетінен ұн қоса отырып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Сосын ол қамырымыз біркелкі майда болғанға дейін бірнеше рет тындырып, бірнеше рет басып илейміз. Осылай әбден илеуі қанып дайын болған қамырымызды барынша жұқа етіп жаймалап шығамыз. Дайын болған жаймамызды осындай кескіштің көмегіменен өлшермен 4-4,5 см болатындай етіп ұзыншалап кесіп аламыз. Кесілген жаймамыздың арасын ашып, пісіруға дайындап аламыз. Қазанымызға майды өте көп мөлшерде құймаймыз. Өте көп құйсақ май тасып кетуі мүмкін, өйткені қамыр жұмыртқаға иленгендіктен. Енді жаңағы ұзыншалап кесілген қамырымыздың бір шетін вилканың тістерінің арасына іліп, майға батыра отырып, жайлап орап, осылай жан-жағын видеода көріп отырғаныңыздай аунатып пісіріп аламыз. Бұл жерде майдың температурасы өте ыстық болмау керек. Өте ыстық болса, қатты күйіп қызарып кетуі мүмкін. Сарғыш болып ақшылдап тұрса, дастарханыңыздың сәнін ашып, әдемі көрінетін болады. Ақшыл болып тұрса, қамырымыз піспей қалады деп уайымдамаңыз. Өйткені жайған жаймамыз өте жұқа болғандықтан тез піседі. Сол үшін жайған кезде барынша жұқа жаюға тырысыңыз. Ол бір жағынан әдемі көрінеді, екіншіден тез пісетін болады. Мінеки хворостарымыздың бәрін осылай пісіріп дайындап алдық. Енді қалауыңыз бойынша әдемі тарелкаларыңызға дізіп, үстіне сахарный пудра сеуіп, дастарханыңызға ұсына беруіңізге болады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, және подписация батырмасын басып каналыма тіркеліңіздер.